Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Лев Толстой атындағы орта мектебі биология пәнінің мұғалімі Айтқожа Таңшолпан. Молекулалық биология тақырыбы ДНК молекулалық құрылыстың принциптері, нуклеотидтердің комплементарлығы, оқу мақсаты ДНК молекуласының қос шиыршықты құрылымын сипаттау, жетістік критерийі асбұршақтан бөлініп алынған ДНК бөлігін анықтайды, ДНК молекуласының қос шиыршықты құрылымын сипаттайды, нуклеотидтердің құрылымдық компоненттерінің орналасуын көрсетеді. Нуклеин қышқылдары тірі ағзалардағы тұқым қуалайтын ақпараттарды сақтай отырып, келесі ұрпаққа жеткізетін күрделі құрылысты молекула. 1868 жылы швед биохимигі Мишер клетка ядросының құрамынан қышқылды қасиеті бар затты бөліп алған. Оны алғаш рет ядродан тапқандықтан латынша нуклеус, ядро, нуклеин қышқылы деп атады. ДНК моделі 1853 жылы ДНК моделін Уотсон мен Крик ұсынды. Ондағы гуанин, цитозин, аденин, тимин бір-біріне комплементарлы болып келеді. ДНК оңға бұрылған қос тізбекті шиыршық. Тізбектер әртүрлі 3 және 5 ширекке бағытталған, диаметрі 2 нанометр, мономері нуклеотид болып табылатын биополимер. Шиыршықтан әр қадамы 3,4 нанометр, шиыршықтың әр орамы 10 жұп нуклеотидтен тұрады. ДНК тізбегінде әр нуклеотидтің ұзындығы 0,34 нанометрді құрайды. Нуклеин қышқылдары дезоксирибонуклеин қышқылы және рибонуклеин қышқылы болып екіге бөлінеді. Дезоксирибонуклеин қышқылы тұқым қуалау ақпаратын сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін және тірі ағзалардың дамуына қатысатын нуклеин қышқылының бірі. Рибонуклеин қышқылы бұл нуклеотидтердің полимері болып табылады. Құрамында ортофосфор қышқылының қалдығы, рибоза және азоттық негіздерден тұрады. Нуклеин қышқылдарының құрылымы дезоксирибоза нуклеин қышқылы азоттық негіздерінде аденин, гуанин, цитозин, тимин және көміртегі дезоксирибозасы фосфор қышқылы қалдығынан тұрады. Ал рибонуклеин қышқылдарында азоттық негіздер аденин, гуанин, цитозин, урацил, көміртегі рибоза, фосфор қышқылының қалдығынан тұрады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызға арналған арнайы видеороликті қараймыз. Сіз бұл молекуланы танып тұрсыз ба? Бұл ДНК немесе дезоксирибонуклеин қышқылы. Бұл видеоның аяғына дейін сіз ДНК-ның басты құрылымдық ерекшеліктерін анықтап қана қоймай, бұл ерекшеліктердің оның қызметі үшін маңызын сипаттай алатын боласыз. Бұл видео бойында біз бөлшектерді анық көре алу үшін ДНК молекуласының әртүрлі көрінісіне қарайтын боламыз. Бірақ барлық көрініс осы бір құрылымды көрсетеді. Жасушаның ішінде сіз көбіне қос тізбекті ДНК-ны табасыз. Ондағы екі тізбек қос спираль түзу үшін айқасады. ДНК қос спиралінің ең жиі кездесетін түрі біз мұнда талқылайтынымыз Б формалы ДНК деп те аталады. Ал енді бөлшектерді талқылау үшін ДНК-ның кішкене қарапайым көрінісіне көшейік. Ішіндегі химиялық құрылысты көре алу үшін біз қос спиральді осылай тарқата аламыз. Әрбір тізбек бұл полинуклеотид. Бұл тізбектің нуклеотидтер деп аталатын көптеген жеке бірліктерден құралғандығын білдіреді. Нуклеотидтің 3 компоненті бар: 5 көміртекті қант, фосфат тобы және 4 мүмкін азоттық негіздердің біреуі: аденин, гуанин, тимин және цитозин. Азоттық негіз әрқашан қанттың бірінші көміртегіне байланысқан болады. Егер біз сол жақтан бастап санайтын болсақ, бір қанттың 5-ші көміртегісі және көршілес қанттың 3-ші көміртегісі арасында фосфат бар екенін көруге болады. Қанттың дезоксирибоза деп аталу себебі, оның 2-ші көміртегінде рибозада болатын гидроксил тобы жоқ. Сол үшін ДНК-дағы дезоксирибонуклеин қышқылындағы нуклеотидтер дезоксинуклеотидтер деп аталады.
Нуклеотидтер бір-бірімен ДНК тізбегінде фосфодиэфирлік байланыс арқылы байланысады. Бір нуклеотидтің фосфат тобы көршілес нуклеотидтің үшінші оттегісіне байланысады. Осылайша біз қанттар мен фосфат топтары ДНК-ның қаңқасын құрайтынын көре аламыз. Көміртектерді нөмірлеу ДНК тізбегінің 5-ші ұшынан 3-ші ұшына дейінгі бағыттылығын сипаттау үшін маңызды. Қанттардың ішіне қарайтын болсақ, онда екі тізбек арасында айтарлықтай ориентация айырмашылығы бар. Үстіңгі тізбекте әр қанттың 5-ші көміртегісі сол жақта және 3-ші көміртегі оң жақта екенін көре аласыз. Астыңғы тізбек үшін керісінше, солдан оңға қарай оқығанда бұл үстіңгі тізбек ориентациясын 5-ші ұштан 3-ші ұшқа дейін және астыңғы тізбек ориентациясын 3-ші ұштан 5-ші ұшқа дейін етеді. Бұл тізбектер кейде Уотсон мен Крейг деп аталады. Бұл қос тізбекті ДНК әлі де қос спираль екені. Біз атомдық құрылысты жақсырақ көру үшін спиральді тегістеу және тарқату арқылы көріністі жеңілдеткеніміз есіңізде болсын. Нуклеотидтер қаңқадағы ковалентті байланыстар арқылы байланысса да, екі ДНК тізбегі негіздер арасындағы ковалентті емес сутектік байланыстар арқылы әрекеттеседі. Әр негіз өзінің қарама-қарсы тізбектегі комплементарлы негізімен бірнеше сутектік байланыс түзеді. Сутектік байланыстар бірге байланысу арқылы түзілген әрбір бірлік негіз жұбы деп аталады. Сутектік байланыс негіздер жұптасуының айрықшалығына үлесін тигізеді. Тимин аденинмен 2 сутектік байланыс арқылы жұптасады және цитозин гуанинмен 3 сутектік байланыс арқылы жұптасады. Тимин мен цитозин пиримидиндер деп аталады. Жалғыз сақинасы болуымен сипатталады. Аденин және гуанин пуриндер. Оларда 2 сақина болады. АТ немесе ТА және ГЦ немесе ЦГ негіз жұптарының геометриясы бірдей. Бұл симметрияға және спиральдегі негіздердің қалануына мүмкіндік береді. Бұл көбіне қаңқалар арасындағы ара қашықтыққа және негіздердің қаңқаға бекінетін бұрыштарына байланысты. Басқа негіз жұптары, мысалы ГТ, бірдей геометрияға ие болмайды, мықты сутектік байланыс түзе алмайды және осылайша спиральді бұзып жібереді. Балалар, видеоны көріп болсақ, бізде есептер берілген. Яғни, бүгінгі тақырыпқа байланысты. Лабораторияда ДНК молекуласының бір тізбегі зерттелді. Оның 20 мономерден тұратыны белгілі болды. Осы ДНК молекуласының екінші тізбегі қандай болады? Сендерге ДНК молекуласының тізбегі көрсетілген. Солған комплементарлы тізбекті жазамыз. Екінші есеп. Егер ДНК-ның екі тізбегінде тимин 18 нуклеотид, ал цитозинде 32 нуклеотидтен тұрады десек, ДНК-ның ұзындығын табыңыз. Есеп 3. ДНК молекуласының бір тізбегінің бөлігі бізде көрсетілген. Бірінші тапсырма. ДНК молекуласының екінші тізбегін құрастыр. Екінші тапсырма. Осы ДНК бөлігінің ұзындығын есепте. Нанометрін шығарамыз. Үшінші. Осы бөліктегі нуклеотидтердің проценттік мөлшерін есептейміз. Кәне балалар, есептейміз. Рефлексия. Мен бүгінгі сабақта түсінбедім. Бүгінгі сабақтан не түсінбедіңіздер? Менің сұрақтарым. Қандай сұрақтарыңыз бар? Барлығы түсінікті болды. Алдарыңызда тұрған ақ параққа жаза кетіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.